құрметті студенттер, бүгін сіздерге өтілетін зертханалық жұмыс, яғни автокөліктерге тежеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету. Яғни бүгінгі сіздермен көрсететін жұмысымыз жалпы Audi A6 маркалы автокөлігінің тежеу жүйесіндегі, яғни колодкаларын алмастыру. Мен сіздерге қазір жаңа колодкалар, яғни фирмасы көрсетілген, осы колодкаларды осы автокөлігіміздегі ауыстыру қалай және де жылдам және техника қауіпсіз шараларын сақтай отырып, бұл автокөліктерді колодканы алмастыру жұмыстарын сіздерге толығымен көрсетемін. Сонымен бастайық. Яғни бірінші, мына колодкамызды бастамас бұрын бізге не қажет? Қажетті құрал жабдықтарды кететін болсақ, көтергіш домкраты және де арнайы кілттер жинағы. Осылар құрылғылардың көмегімен біз жалпы бүгінгі зертханалық жұмысымызды жасаймыз. Ол үшін бірінші көтергіш домкратты қоймас бұрын автокөліктің арғы дөңгелектеріне тіреуіштерді қоямыз. Біз тіреуіштерді қойдық және де келесі жұмыстар жүргізіледі. Яғни автокөлік дөңгелектерін болттарын босатамыз. Босатқаннан кейін барып біз көтергіш домкраттын қоямыз. Және де көтергіш домкраттың орнында жалпы автокөлікте өзінің арнайы орны бар. Соған туралап қоямыз. Қауіпсіз шараларын сақтай отырып біз не аламыз? Жалпы автокөлік құрылғысының тежеу жүйесінде, яғни колодкаларымыз міне тежеу жүйесінде және де арғы бөлігінде тура осындай екі колодка. Соны алмастыру үшін бізге жоғарғы бөліктегі мынау болтымен және де астыңғы мына екі болтты шешетін боламыз. Осы екі болтты жоғарғы және төменгі бөлікті арнайы кілттермен шешеміз, яғни 13 кілтмен. Және де астыңғы бөлігін шешеміз. Қарасаңыздар, астыңғы екі болт шешкеннен кейін мына екі колодкамызды алмастыратын боламыз. Жалпы қарап отырсаңыздар, колодкамыз желінген. Осы колодкаларымызды ақауынан, яғни тежеу жүйесінде біз тежеуді басқан кезде дауыс, яғни мына айналу дискісімен мына дискіш дауысынан бізде шиқылдаған, яғни дауыстар білінеді. Сондықтан біздің уже не колодкамыз желінген. Сондықтан біз енді бұл колодкамыз жарамсыз деп танытып және де жаңа колодканы жаңа колодкамен екеуін салыстырайын. Мысалы деп қарасаңыздар, мына колодкамен және де мына колодканың екеуінің
дискіге дейінгі тежеу жүйесінде қызметін қараңыздар. Мына қалың. Мына колодкілерімізде не? Желінген. Сондықтан біз бұны жарамсыз деп тауып, жаңа колодкілерді алмастыратын боламыз. Тағы да бір айта кететін жайт. Тежеу жүйесіндегі бір неміз, қарап отырсаңыздар, осы екі үстіңгі бөліктегі, яғни тежеу жүйесіне басып, деформация қайта артқа керу қызметін атқаратын осы майланған үнемі қадағалап бақылап отыру қажет. Ал егер кепкен жағдайда ол автокөлігіміздің тежеу жүйесіндегі колодкілеріне кедергі келтіреді, яғни артқа қайтпай қалады. Және де дөңгелекті саламыз. Дәл осындай реттілікпен бергі автокөлік бергі бөлімге колодкасын алмастырып, дәл осы жағдайда реттілікті қауіпсіз ережелерді сақтай отырып, ар жағындағы автокөлік колодкасын алмастырамыз. Осымен бүгінгі зертхана жұмыс аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.